Әкешім, тамағыңыз өте дәмді бапты. Тамақ жасауға келгенде, мен саусағыңыздан баптамат. Айналайын құлыным, ас болсын. Шуақ шашқанларым менің, ала қой. Балам, мынау бастың тілі саған. Сөйлегенде сөз тауып сөйлейтіндей шешем бол. Ел бастайтын көсем бол. Рахмет, әке. Әке, қойдмасын асқанда, үнемі маған көреген бол. Әділ бол деп бастың көзін бересіз. Табып сөйлейтін шешем бол. Ел бастайтын көсем бол деп бастың тілін бересіз. Өскенде үміттеріңізді ақтаймын. Ақылдым сол. Әкешім, қойыңыздың көп болғаны қандай жақсы болды. Мен құлақ жегенді қатты жақсы көремін. Өй жарайсың балам. Асының дәмді болсын. Міне саған бастың құлағы. Сиырлар мен жылқыларға да шөп салатын уақыт кеп қалды. Сен маған көмектесесің бе? Әрине, әке, көмектесемін. Әке, осы төс түріктің көбейіне итіміз аққасқаға үлесі көп деп ойлаймын. Аққасқаны ашуынан қорқып, тіпті үйге көршілер де кіре алмай қалды. Иә балам, аққасқа жақсы ит. Аққасқаға жасап жатқан үйшікті де аяқтай салайық. Сен мана 4 түлік дедің бе? Иә, әке, түйеміз бар, жылқымыз бар, сиырымыз бар, қоярымыз көп. Әке, осы орта 4 түлік дейді, тәрбиеші апайым айтқан. Құлыным сол, өзі сондай ақылды, айтқан сөзді лезде құмалады. Олай болса, тәрбиеші апайың айтқандай 4 түліктің пірлерін білесің бе? Яке, қой атасы Шопан ата, сиыр атасы Зеңгі баба, суық атасы Қамбар ата, түйе атасы Қойсу қара. Бәрекелді, сен жарадың балам. Дастарханымызға ас қайрайық, батамды берейін. Дастарханың тоқ болсын, уайым қайғың жоқ болсын. Бағдәулет келсін басыңа, ғұмыр берсін жасыңа. Аумин. Аумин. Мен дастарханымды тезірек жинап алайын. Ал балам, біз аққасқаға деген үйшігіміздің соңғы таяқшаларын қақпастайық. Сен маған балғаны алып бересің бе? Жарайды, әке. Міне, әке, алыңыз. Ой, жарайсың балам. Балам, шегелерді мен өзім алайын. Шегенің ұшы үшкір болады, қолыңа кіріп кетуі мүмкін. Ал сен тайшаны ала кел. Жарайды, әке. Міне, әке, алыңыз. Ой, жарайсың. Кел балам, маған көмектесе ғой. Аққасқаға деген үйшігімізді де аяқтадық. Әке, қандай керем үйшік жасадық. Әке, сіз сияқты өскенде шебері боламын. Бәрекелді. Жарайсың балам.